Ертеде 4 түлік мал жайылымда еш алаңсыз жайылып жүреді. Оның ішінде бір лақ, қозы және бұзау үшеуі айырылмас достар еді. Олар таңнан кешке дейін бірге жүгіріп ойнап жүреді екен. Осы жерден қызыққа толы ертегіміз басталады. Жүріңдер, кеттік ойнап қайтамыз. Адасып қалмаймыз ба? Жоқ, уайымдама, жүгіріп жетіп аламыз. Кеттік ойнап келейік. Балалар, мен жолды танымаймын, біз адасып қалдық. Рас па? Қайда барамыз? Жылаймын, көмектесіңдер. Тоқтаңдар, жылағаннан еш пайда жоқ, одан да өзімізге қауіпсіз жер табайық. Жылағым келеді, қорқынышты. Жүріңдер, кеттік. Жарайды, бірге келеміз. Рахмет, енді қорықпаймын. Мен де, алға. Үшеуі көп жол жүріп қанша іздесе де, өз отарларын таппай шаршап, бір бұлақтың жағасындағы үлкен бәйтерек талдың көлеңкесіне жатып ұйықтап қалады. Таң ата олар өздерін қорғау үшін баспана жасауға кірісіп кетеді. Өрістен мал қайтадан осы жолмен қайтады, не болса да осы жерде болайық. Керемет идея. Осы жерден өзімізге әдемі етіп үй жасап алайық. Осы маңайдағы жүрген аю үшеуінің айдалада жалғыз қалып кеткенін естіп қарнымды бір тойдырып алайын деген оймен бұлақ басына қарай барады. Аю келгенде еш қорықпастан алдынан лақ шығып күтіп алып үйіне кіргізеді. Аю ағамыз келіп қалыпты, енді не береміз? Басқа аюдың басын ас, соңғы аюдың төсін ас. Дым болмаса осы аюдың өзін сой. Қашып кесті! Әй, аю, қайдан қашып келе жатсың? Неден қорқып кеттің? Ана дөңнің артында, бұлақ жағасында лақ, қозы, бұзау бар екен, олар аюдың етін жейді екен, содан қорқып қашып кеттім. Сен не айтып отырсың? Аю сені де аю дейді ау. Мына айтқаныңды ешкім естімесін. Жүр, одан да екініміз бірге барайық. Жоқ, мен бармаймын. Сен не істемекшісің, қасқыр? Сені байламақшымын, аю. Неге байлайсың? Босатшы. Бірге жүреміз, досым. Қой, ақымақ, бұл не қылғаның? Енді қашып құтылмайсың. Жүр деймін саған, аю. Жоқ, барғым келмейді. Өй, аю, кішкен достардан қорқасың ба? Аюға тоймай қаламыз ба деп едік, қасқырда келіпті ғой. Жақсы болды ғой. Сәлем, досым, не болды? Ой, анау аюдың кесірінен өле жаздадым. Ана дөңнің артында, бұлақ жағасында лақ, қозы, бұқа үшеуі аюдың етін жейміз дегенге сеніп, олардан қорқып қашты. Аюды не істейсің, жүр, одан да екеуміз барып қарнымызды тойдырып алайық. Жарайды, онда кеттік. Қараңдар, қасқыр келе жатыр. Жылдам, ағашқа шығайық. Мен қорқамын, тезірек. Күтіңдер, мен де келемін. Түсіңдер ағаштан, түсіңдер. Қорықпаңдар, бізбен ойнаңдар. Жоқ, сендерден қорқамыз. Біз жай ғана ойнағымыз келеді. Үшеуі не істерлерін білмей қорқып тұрғанда, бұтақ сынып, бұзау қасқырдың үстіне құлап түседі. Құлаған бұзау қасқырдың белін сындырып жібереді. Екінші қасқыр оны көріп қорыққаннан қашып кетеді. Осылайша үшеуі аман қалады. Бұлақ басына бір топ өрістен қайтқан малдар су ішуге келеді. Оны көріп бұзау, лақ, қозы қатты қуанып кетеді. Отарларына қайттан қосылады. Осылайша ертегіміз аяқталады.